тамаша сөз бұл өмірде әке деген. Суыққа бір шалдырмай мәпелеген. Өмірдің соқпағымен өрге тартып, алдымен адам бол деп жетелеген. Тағдырдың кеуде тосып жартасына, біз үшін түскен майдан ортасына. Алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз, біз бүгін әкелердің арқасында. Менің анам еді, менің жұмағым, жанарынан жылу төгіп тұратын. Қайран анам бұл өмірден өткелі, болды жүрек сағынышқа тұнатын. Алла алды, өзі берген жандарын, тілейміз біз жұмақтан орын болғанын. Туыс бауыр достарынан сұраймыз, дұға оқып естеріне алғанын. Бегімжан Жетпісбайұлы ұлы жүздің Албан руының жарты бабасынан тараған ұрпақ. Ел ішінде жарты аман болса, жалпы аман болады деген мәтел бар. Бауыры, қарындасы, балалары бар. Үлгілі әке. Ұлдары Серік, Жангелді, қыздары Күлтай, Гүлнар, Гүлжан, Салтанат, Айман, Лаур. Немере шөбері сүйді. Сезгіш, сынған мүшелерді сырттай сипап отырып, уатылып кеткен сүйектерді орын-орнына салып, емдеген сынықшы қасиеті бар еді. Талай адамдардың рахметіне ие болған. Отбасына адал, үйдің басшысы әрі тәрбиешісі. Бойында кіші пейілдік, еңбекқор кісі болатын. Мал терлерін елеп, қамшы өру және жасау қол өнермен айналысып, терден түрлі бұйымдар жасап жүрген қас шебердің өзі болатын. Балаларына және немерелеріне қарап тілеулерін тілеп, 68 жасында 8 қыркүйек 2003 жылы дүниеден өтті. Отбасы мәңгі жақсылығын ұмытпайды. Асқар Тәуекеміз, Ардақ атамыз жаны жәннатта болсын деп тілейміз. Шодан қызы Зейнегүл 16 ақпан 1949 жылы дүниеге келген. Ұлы жүздің Албан руының қызыл бөрік елінен тараған ұрпақ. Фотограф, суретші болған. Әдемі фото түсіріп қана қоймай, сауда саттықпен де айналысқан. Әлемдегі ең ардақты да аяулы жан. 9 ай құрсағында көтеріп, оқытып бәрімізге тәрбие беріп мейіріміне бөлеген. Әке шешеміздің Аллам қатесін кешіріп, жақсы жақтарын артынан қалған ұрпақтарына дарытсын Аллам. Өлі жібімей тірі байымайды. Ата-ананы еске алу. Дүниеге келеді адам, кетеді адам. Кімге қоныс болмаған дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма, өзі берген өмірін өзі алған. Сендер жоқсыңдар арамызда, жылап қала бердік біз артыңызда. Орындарын ортайып қалды әке ана. Не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істеріміз, өмірге бағынамыз, еске алып өздеріңді жабығамыз. Сол бір асыл бейнеңді әке ана, аңсаймыз да бәріміз сағынамыз. Әкеміз барда жүрібек, тағдырдың сынын еңсеріп, келмеске кетіп олдағы, шынымен қалдық теңселіп. Өмірде сендер жүрібең, бір-біріңе тіреу боп, түсімде көріп қанша рет ісіңді көзім білеу боп. Біріңе бірің ол жақта жанашыр болған жарымсың. Ақтарсам шемен шерімді естейсіңдер ме бармысың? Өмірден сендер кеткелі, жағдайлар небір жолықты. Шешімін дұрыс табалмай, ақылшы іздеп торықтық. Көтердік басты біздерде, жапырақ жайып қайымдай. Үйретті өмір жүзуді, бұрқасындардан тайынбай. Әйтсе де көрсек өзгенін,
әкесі менен анасын кернейді сағыныш сезімі. Осылай уақыт сырылдап, жылдар міне болыпты. Иманың болсын жолдасын, бақыл бол қайран атанам. Отырмыз қазір еске алып, амал не, уақыт суытты. Орны бар, ұрпағы бар жоғалмайды. Әке анамыз енді қайтып оралмайды. Бауырлары бар, ұрпағы бар шүкір деймін, дегенмен дәл өздеріндей бола алмайды. Әке ана, биік қамал қамқоршы едің. Біздер үшін төгілген маңдай терің, бір Алладан ендігі тілеріміз, жайлы болсын әке ана жатқан жерің. Көздегі күңіренген күнде мұңаямды өкпелеймін кімге? Келем үнсіз аңдамай, өкініш пе бұл қалай, қалай? Жеткізбейтін арман-ай, өтеді өмір шалған-ай, шалған-ай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай, өтеді сымырай, шалған өмір ай. Кел, өтіп кетеді, берге бұл. Көктемгі жадыраған күнге мен қашан жетерімді білмей, жауыны көп таңдардай жаным мұңды бұл қалай, қалай? Өтіп өмір жалған-ай, әуресіне салған-ай, салған-ай. Амал бар ма? Өмір осылай, сынағына көнесің, тағдырыңа ересің, ай.